Қалыңыз қалай? Жақсы, мынау аян. Бір айтып тұр. Мен табыңыз ба? Еске түседі қазір. Интернат деп. Интернат. Өйстіп жүрсің бе? Интернат, Кемпірлақ. Кемпірлақ Қарбай ба? Сөйтіп айтып қоймасыңдар бүйтіп кішкентай. Подсказка дегенші. Иә. Біз бар ғой не жасып алуымыз керек, табличка. Иә. Мен ойлағам мына футболкаға жазыртайық па деп. Оған Мына кім? Сәуле. Кім? Ләззат. Өмір бақи ағайға кірмейтін ғой. Сабаға директор кезінде. Неге? Қорқам. Сен барып айтшы. Кетсеңдер мен жабақ ұстап жүрсің деп сөйтейін. Сонда сөйтетін. Әнеріз апай келді. Қорқам апай сен айтшы. Кетсеңдер дейтін. Саламатсыз ба? Ал айтыңыз. Бұлай түрім таныс. Кездік байла. Шапка киген. Тілеубаевасы. күйеу балалар. Зәуренің күйеуі. Қарбаева Раушан. Қарбаева Раушан. Қарбаева, е? Мені танысың. Сәлеметсіз бе? Сирбай. Өз кісің жылқайда. Сен Сәкенова. Амен. Сәкенова мана. Амен. Оля. Era Marita Bauerman. Ayna bulaqtan kelip oturgan. Iya. Seyfil Armaslar. Bunu bilem. Görüp жүріп. Karnın tirek kaldı. Karnın tirek kaldı. Yok, başka жерге тіреліп жатсың сен. Sen tanıyım. Kasım'da. Гүлбаршын келші. Таныс қояқ. Сәуле берген. Жұмаділова Гүлбаршын. Мақтап айтанық. Жақсы. Намаз. Böyle kötü anasını bağlayacağım. Yok ben kaçırdım. Енді охранаға сразу болады ғой. Үйде де жақсы болады ғой, келісем. Құрметті аса қадірлі ұстаздар, сағынышпен қауышқан кластастар және мектеп ұжымы. Кеше ғана емес пе еді мектеп табалдырығын аттап партаға отырғанымыз. Кеше ғана емес пе еді балалықты достармен бірге өткізгеніміз. Кеше ғана емес пе еді мектебімізбен, ұстаздарымызбен қоштасқанымыз. Бәрі де кеше ғана еді. Міне бүгін алтын ұя мектебім, сағындырған сол ауылым, алтын ұя бесігім деген сағынышпен келіп қалдық орталарыңызға. Олай болса, құрметті ұстаздар, ағайындар, жүректері сағынышқа толы 40 жыл деп келіп тұрған шәкірттеріңіздің сый-сияпатын қабыл алыңыздар. Сөз кезегі ләззаттар.
Құрметті ұстаздар, бүгінгі біздің шараның қонақтары, міне жаңа айтып кеткендей 40 жыл бұрын осы мектептен түлек болып ұшып шықсақ, бүгінде 40-тан астам түлек болғанбыз. Қазіргі таңда арамызда біраз сыныптастарымыз жоқ, біраз ұстаздарымыз да жоқ. Енді бүгінгі біздің мақсатымыз осы 40 жылдан кейін ұстаздарымызды көріп, қауышып, өзіміздің рахметімізді айтып, онан кейін осы өмірден кеткен ұстаздарымыз бен сыныптастарымызға бір қатым түсірсек деген мақсатпен келген едік. Енді екінші мақсатымыз осы өзіміздің білім нәрін алған алтын ұя мектебімізге өзіміздің кішкентай болса да сый сияпатымызды берсек деп келдік. Енді осы шаңырақты білім ошағынан қаншама түлектер ұшып жатыр. Әрқайсының қуанышы, әрқайсының жетістігі сіздердің абыройдарыңыз болсын, мақтаныштарыңыз болайық біз. Сіздердің отбасыларыңызға тек қана амандық тілейміз. Осы ұжымға бірлік, береке, ынтымақ тілейміз, қуаныш тілейміз, жетістік тілейміз. Енді біздің сыныптастардың атынан 25 оқушыларыңыз сіздердің 25 жиналып отырмыз қазір. Сол 25 оқушылар түлектің, енді оқушы деп жасап тұрмын ғой өзім. Осы 25 түлектеріміздің атынан акт залына 100 орындықты табыс етейік деп тұрмыз. Бізден кейінгі түлектеріңіз үстіп көркейте берсін, тек қана жеміс болсын осы білім ошағы. Осы орындықтарыңыз құтты орындық болып, ыңғай білімді оқушылар, ыңғай білімді түлектер үшін осы. Ендеше босқа тұрмайық. Бүгінгі салтанатты кешіміздің жаңағы өздеріңізге табыс еткен сый сияпаттың лентасын қию рәсімі Азат ағай бізге сабақ берген. Аманғазы ағайымыз, Роза апай, Олжаева Гаухар апай, Бақыт апай лентасын қиюшы. Махамбет өзіңізбен бірге ең бірінші өздеріңіз лентасын қиып. Бақыт апай. Бүгінгі шарамызды бастауға рұқсат етсеңіздер, қайырлы күн баршаңызға. Құрметті бүгінгі кешіміздің қонақтары, кездесуге жиналған класстастар және де қонақтар. Сіздердің мектеп бітіргендеріңізге биыл 40 жыл толыпты. Өмір аттасындағы қатты әлемге аттандырған күміс қоңыраудың үнін естімегендеріңізге 40 жыл өтіпті. Арада сынаптай сырғып уақыт өткен сайын, өткен күндерге деген сағыныш жүректі сыздата түседі. Алтын ұя мектепті бітіре салысымен, сыныптағы 40 бала 40 жаққа бытырай ұштыңыздар. Әр қайсыларыңыз өмірден өз орнымызды табамыз деп оқыдыңыздар. Отбасын құрдыңыздар, балалы шағалы болдыңыздар. Осындай қуат өмірде жүргенде бір-бірлеріңізді іздеуге мұршаларыңыз да болмапты. Бірақ көрген жерде бір-бірлеріңізге деген класстас сезімдеріңіз суыған емес. Бүгінде барлықтарыңыздың балаларыңыз өсіп, немере сүйіп, зейнетақы жасына жақындап, мамыражай өмірге ауыстыңыздар. Сыныптың кешегі жігіттері ата, қыздары апа атанғанымен 10 жыл бойы бірге оқыған класстастарымызды көрсек, кездесіп, балалықтың бал дәурен күндерін еске түсірсек деген құштарлық барлығымызды мазалағаны рас. Тіпті арамызда бірін-бірі көрмегелі 40 жыл болған сыныптастарымыз да бар екен. Олай болса, 40 жылдық кездесуге сіздермен жүздесуге келген шәкірттеріңізді қарсы алсаңыздар. Семей қаласы, агроном, құрылысшы,
қазақтың киелі өнері шеберлікті меңгерген зергер, аудандық, облыстық республикалық сайыстардың бас жүлде иегері, бірнеше алтын медаль және де Қазақстанның 100 жаңа есімі тізіміне енген шебер Асылбай Абылайхан Қалқанұлы, жары Асылбай Абайдың көрген қызы. Екеуі 5 бала тәрбиелеп, 7 немере қызығына тоймай отыр. Ортаға шықсаңыздар. Энергетика саласында жеке кәсіпкерлігін дамытып отырған Сельстрой Электро 2005 ЖШС-ның директоры және осы кездесуіміздің демеушісі болып отырған Аян Сербаев Әлембекұлы бүгінде бір қыз тәрбиелеп, 3 немере сүйіп ортаға келсеңіздер, құттықтау шапалақ. Ортаға шығыңыз. Нұр-Сұлтан қаласында бірі қаланы көркейтуге үлесін қосып, Сауыр құрылыс фирмасында, екіншісі білім саласын жаңғыртуда білім министрлігінде бас сарапшы қызметін атқарып отырған ерлі-зайыпты сыныптастарымыз Андыбаев Оразхан Құпанұлы мен Андыбаева Манат Бағатқанқызы бүгінде бір ұл, бір қыз тәрбиелеп, 2 немере сүйіп отыр. Ортаға келіңіздер. Қасымбаева Сәуле Болатқызы, Кеңсай орта мектебінің химия пәнінің мұғалімі, жолдасы Мықтыбаев Ризабек Құрманғазыұлы, екеуі 2 қыздары және немересінің қызығын көріп отырған жандар. Ортаға келіңіздер. Дуанханова Гүлнар, яғни Күжікова Гүлнар Наукенқызы, Мұрат Дәуленов атындағы мектеп-интернатының директордың оқушы жөніндегі орынбасары, жолдасы Дуанханов Мәдетхан Самарханұлы, екеуі 2 ұл, 1 қыз тәрбиелеп, 5 немере сүйіп отыр. Дұғыл шапалақ. Кесікбаева Ләззат Тоқтарбекқызы еңбек жолын осы мектептен бастаған. Қазір Шығыс Қазақстан облысы кәсіптік білім беру орталығының директорының орынбасары. 1 ұл, 2 қыз, 6 немересі бар. Өскемен қаласына келіп отыр. Айтқанбаева Раушан, яғни Тарыбаева Раушан Қантайқызы, Шымырайха колледжі директорының оқу өндірістік іші жөніндегі орынбасары. Жолдасы Айтқанбаев Берболат Асылбекұлы, 2 қыз, 3 жыл немере тәрбиелеп отыр. Ортаға келіңіздер. Дұғыл шапалақ. Қалиева Риза Қазайынқызы, Кеңсай орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі. Жолдасы Ертіспаев Төлеухан, екеуі 1 ұл, 1 қыз өсіріп отыр. Ортаға келіңіздер. Төлеубаева Гүлшат Мұратқызы, Нұр-Сұлтан қаласы, Бөкейхан атындағы номер 76 мектеп лицейінде бастауыш сынып мұғалімі. Жолдас екеуі шу өсіріп, 5 немере қызығын көріп отыр. Өмірзақова Гүлшат Қалибекқызы, Алматы медицина университетінің ұстазы, химия ғылымдарының профессоры, проректор. Зайсан Тазасу мекемесінің бақылаушысы Молдаханова Гүлнар Дәлелқызы, жолдасы Қасиев Мажид Асқатұлы, екеуі 1 қыз, 3 жыл 6 немере тәрбиелеп, бүгінде балалардың марапатына ие болып отырған жайлары бар. Ортаға келіңіз. Құпанова Гүлнар Талғатқызы, бірнеше саланың басын қосып отырған Семей қаласының жеке кәсіпкері, 3 баланың анасы, 2 немеренің апасы. Дұғыл шапалақ. Боранбаев Марат Сейтеұлы, жедел көмек көрсету бөлімінің бастығы, отставкадағы полиция майоры, зейнеткер, жұбайы Боранбаева Жанат Маманқызы, екеуі Өскемен қаласынан келіп отыр. Хамзин Қадырбек Мырзағалиұлы, қойылымдарды әрлеу және театр техникасы мамандығын бітірген Қадырбек бүгінде мамандығын ауыстырып жиһаз өндірісін ашып, кәсіпкер атанып отыр. Жары Тамтықова Гүлнар Серғазықызы, екеуі 3 жылдың ата-анасы. Жұмаділова Гүлбаршын Қабдылқызы, бүгінде Алматы қаласының тұрғыны, 1 ұл мен 1 қыздың анасы, 4 немеренің апасы. Кәсіпкер мал шаруашылығымен айналысуда. Келмеген сыныптастарымыз болса қолдап қошеметтеп білім отырып. Боқтықов Нұрлан, күзет қызметкері, зейнеткер. Мұхамедқалиева Латифа Оразбайқызы, жеке кәсіпкер. Жары Мұстафинов Оралбек, екеуі 2 қыз,
бес немере тәрбиелеп отыр. Бақытты жанұя. Қауым құрылыс компаниясының шебері Қыстаубаев Қайрат, жары Қарлығаш екеуі ортамызда. Нұр-Сұлтан қаласы. Жары Ләззат екеуі үш қыз, бір ұл тәрбиелеп, немере сүйіп отырған жандар. Қол шапалақ ұмытпайық. Серік Мұхатханұлы, Зайсан қаласы Сығыл Шығыс мекемесінің қызметкері. Рүстемова Зәуре Айтқанқызы, Еркемай шағын орталығының қызметкері. Жолдасты Молбаев Нұрмұхамбет Төлегенұлы, екеуі 3 жыл, 2 немере сүйіп отыр. Ойранбаев Дәулет, құрылыс маманы, кәсіпкер, бір ұл, бір қызы бар, алматылық жігітіміз. Сәрсенова Нұрбану Өскемен қаласында жеке кәсіпкер. Байланов Бейбіт, жары екеуі Өскемен қаласында екен. Осынау қуанышқа келіп отырған сыныптастарымыздың Армандастар деген әнін қабыл алсаңыздар, сонау сағынышқа толы ән шашуы сіздерге арналады. Бірге қосылып кездесу қонақтарына бергіміз келіп отыр. Ендеше Абылайхан мен Аянға және Иманова Гүлнарға сөз кезегін берсек, сөз кезегі өздеріңізде. Біріншіден қуаныштымын. Міне 40 жылдан кейін бәріміз бас қосып отырмыз. Мына біздің ұстаздарымызға рахмет, бізді өсіп жеткізіп, біздің үлкендерімізге рахмет. Мен апайым отыр мына жерде. Сол кісілер мысалы интернатта оқып жүргенде бізге аспаз ас дайындап беретін. Енді осы жерден шыққаннан кейін әрқашанда өткенді ұмытуға болмайды дейді ғой. Ол ұмытылмайтын, есімізде мәңгі қалатын естеліктер. Сол шын қуанышпен барлықтарыңызға осы алғысымды білдіргім келеді. Әрқашанда жан-жақта жүрсек те, қайда жүрсек те, туған жерді сағынамыз, бірге оқығандарды сағынамыз. Бір жыл бұрын естігенде сол тағатсыздан осы уақытты күттік. Енді Аллаға шүкір, міне осы күнге келдік. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін, дендеріңіз сау болсын, аман есен болыңыздар, үлкендеріміз аман болсын, ұстаздарымыз аман болсын, әрқашанда еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мен мына жұмыс бабымен көп жерде жүрем ғой.
Қазақстанның оңтүстігінде де, солтүстігінде де, шығысында да, орталығында да. Сонда мынандай мнение бар, осы шығыстың балалары туралы. Шығыстан бізге подрядчиктер келеді, тендер ұтып алады, солар образованный болады дейді. Осы аккуратный жұмыстарын жақсы істейді, басқа жақтың балалары ондай емес дейді. Енді сонда ойлаймын мен, сонда соның бәрі мынау мұғалімдердің еңбегі, солардың еңбегінің жемісі, жалпы маймандардың тұқымы. Гені очень много, значит. Сол енді сіздерге рахмет дегім келеді. Сонда енді жетістіктерге жеткізіп, бізді жан-жақта жұмыс істеп жүрміз, көрсеткіштері өте көп. Біздің арамызда да профессорлар бар. Сондай жетістіктерге жетіп жатқан, соның бір сіздердің арқаларыңыз. Мына жерде көзі тіріміз, міне келіп сағынышып көрісіп отырмыз. Мынау өскен жерің, өскен ортаң әрдайым сағынышты болады ғой. Мен мысалға шынын айтсам, мынау Семейден неден келе жатқан кезде, Қарабаққа келген кезде машинаның терезесін ашып қоямын. Сол кезде мен өзім қаралақтықым ғой негізі. Сол кезде ана итсигектің иісі керемет болып тұрады анау. Кішкентай кезде мида алып қалған анау. Сол сияқты кеше Оразханда айтады, Зайсанның иісі айтып терезені ашып иіскеп отыр. Рас ол. Мынау өзі ғылымда дәлелденген екен ғой. Мынау туған жердің суы деген, сен бірінші сәбиі туасың, қай суды ішесің, сол на клеточном уровне сен денеңе сіңіп қалады екен, жаңағы судың составы, құрамы. Соңында сен қанша жыл өмір сүрсең де, жаңағы суды ішсең, ол сенің организмің жақсы переваривает ананы. Басқа жерге барып сен су ішсең, ол мысалы бір жағасың, ішің өте нетпейді ғой енді, қалыптасқанша, осылай екен. Сонда біздің қазақтың айтқан туған жердің топырағы, туған жердің суы деген ол өте ғылыми немене тұрғыдан алғанда нағыз дұрыс зат екен. Сол иісі де, суы да өзіміздің туған жердің топырағы. Биыл міне енді бітіргеннен мен 40 жылдан бері жиналып жатырмыз. Енді бұл бірден саса алған жоқ енді. Осы аспайда осы болмай қалама дегенде моменттер болды. Чаттан шығып кетіп, қырқысып, төбелесіп қалған уақыттар болды. Соны әйтеу бәрі ұйымшылдық танытып, балаларға, қыздарға рахмет, ұлдарға рахмет, әйтеу жиналып деп, міне осы мектепке бір подарок істейік деп, орындықты организовать етіп. Сондай болды сөздің барысы. Енді бәрлеріңізге денсаулық тілеймін. Біз әлі 50 жыл, 60 жылға келгенде де аман жүре беріңіздер. Мектептеріңіз ұлғая берсін, үлкейе берсін. Енді жаңа Махамбетке айтып жатырмын. Мынау 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл, 50 жыл деген жылда неше түрлі нелер болады ғой. Біреуіне ана поручать етіп тастау керек, ана жерде тротуарный плитканы айырбаста, біреуіне ана жұмыс, біреуіне мына жұмыс десе, ақырында мектеп түзеп тастауға болады. Ол ой қалған жұмыстың бәрін орындауға болады. Желание болса, мынандай қол болса, сондай іске асырайық. Енді игіліктеріңізге пайдаланыңыздар. Оқушыларыңыз үлкен азамат болсын, білімді, өнегелі, біз мақтанып жүретін, әлі осы мектептен үлкен тұлғалар шыға берсін. Ал құрметті ұстаздар, ауылдастар, мына жерде отырған кластастар, осы сәтті біз өте көп күттік, жүрегіміз лүпілдеп кеше келе жатқан кезде жаңағы Аян айтып тұрғандай бәріміз шу өтіп, шіркін-ай, өскен сайымыз-ай деп, сондай бір әсермен келдік, сондай бір қуанышпен. Енді былтырдан бері осы әңгіме жаңа Аян айтып кетті, былтырдан бері басталған осы ұйымшылдықтың арқасында, осы тұрған осы келе алмай қалғандар да бар. Сол жігіттер мен қыздардың арқасында енді мектебімізге, ауылымызға біздің кішкентай да болса пайдамыз тисін. Ішіп жеп кету деген ол оңай. Ал мектепте ертең мектептің түлектері кеп мынандай жасапты, ауылға анан жасапты деген бір бастама болсын деп сол бастаманы бастадық. Енді оның өзінің кухнясы болды әрине, ол сіздерге қатысы жоқ. Дегенмен сол бастаған бастама тез-тез, былай-былай орын-орнымен кеп, айналып келгенде міне орындықтарыңызды алдарыңызға алып кеп, қойып, өзіміз соның нәтижесін көріп, қуанып тұрмыз. Енді бұның бәрі ұстаздар сіздердің еңбектеріңіз. Бізді осы кішкентай кезден осы мектепке ең алғаш табалдырығын аттаған кезде бізді алдыға өмірге бастаған сіздер, көбі қазір жоқ енді, аз ғана сіздер қалып отырсыздар. Дегенмен сіздерге үлкен алғысымыз шексіз, мектебімізге алғысымыз шексіз.
осы ауылда туғанымызға, өскенімізге біз мақтанамыз. Қай жерде жүрсек те Шығыс, Зайсан, Кеңсай деп жүрміз. Даже Кеңсайға үйреніп алдық. Міне көріңіз, Кеңсай деп жаздық. Өйткені Кеңсай мектебі дегеннен кейін айналып кетіп Кеңсай деп жаздық. Сіздерден алыс кетпейік дедік. Әйтпесе Мичурин деп те жазып алуымызға болады. Біз сіздерді өте жақсы көреміз. Еңбектеріңіз әрқашанда адал сіздердің. Енді осы түлектеріңіз тек қана биік шыңдардан көріне берсін. Жақсы білімді азаматкерді тәрбиелей беріңіздер. Басқа не айтамын? Денсаулық болсын, актуальная тема дейді қазіргі. Денсаулық болса, бәрі болады. Амандықта үстіп жүздесе берейік, қуанышта. Рахмет, ендеше осы жерде алғыс хат табыстау үшін Ләззат ханымға сөз кезегін берсек, алғыс хат. Ал енді құрметті ұстаздар, бүгінгі жиынның қонақтары және біздің 40 жыл бұрын бітірген түлектер, міне класстастар. Осыдан 40 жыл бұрын мектеп бітіріп, осы табалдырықтан аттағанда үлкендердің ақ батасын алып, 40 жаққа осы білім еңбек нарығындағы барлық сала бойынша өзінің таңдаған мамандықтарын иегері болып аттан кеттік. Білім жоғары оқуын бітірдік, балалы шағалы болдық, немере сүйіп, қазір апа ата болып отырмыз. Енді менің осы моментті пайдаланып, осы түлектеріміздің ішінен 10-нан артық түлек мұғалімдік мамандығын таңдапты. Ол енді сіздердің жұмыстарыңыз, еңбектеріңізді, сіздердің жолдарыңызды ары қарай жалғастырғанымыз ғой енді. Енді Нұр-Сұлтан қаласында Күлшат пен Мәнәп, онан кейін Күлшат Алматы қаласында отыр. Енді қалғаны Шығыс Қазақстан облысы екен. Содан кейін білім басқармасының басшысы Сайрангүл Ахметқаринның атынан Шығыс Қазақстан облысында мектептерде қызмет етіп жатқан, сіздердің жолдарыңызды, іздеріңізді басып, ұстаздық етіп, бүгінгі таңда сондай ең көп үлес қосып, жас өспірім тәрбиелеуде, білім беруде жақсы жетістіктерге жеткен сыныптастарыма құрмет грамотасын тапсыруға рұқсат етіңіздер. Құрмет грамотасы білім беру жүйесінде қол жеткен табыстары және оның дамуына қосқан зор үлесі үшін Айтанбаева Раушан Қанатаевна дәл осындай құрмет грамотасымен Дуанханова Гүлнар Маукеновна. Қалиева Риза Қайсанқызы. Бірінші диплом зоотехника, екіншісі мамандық мұғалім. Мен кетіп қалғаннан кейін бұл көрген ғой. Менікі де мұғалімдік мамандық. Орынды толтыру керек қой. Дәл осындай құрмет грамотасымен Қасымбаева Сәуле Болатовна. Бұл енді ауылдың түлектердің есебі. Дәл осындай екі грамота бар, келмей қалды. Айтжан деген класстасымыз, сосын Ардақ Кенжебековнаға. Естелік қолы сөйлесіп сұласаңыздар болады, құтты орынсаңыздар жайғасаңыздар болады. Асан өмір арнасында шалқық сәби сезімменен 10 жыл мектеп партасында бірге отырдым. Өзіңменен деген жолдарға, бір-бірлерімізге деген қимастық сезімдерді сыйдырған 40 баланың арасында да қазір біразы жоқ. Күлпәт апайдың тапсырмасымен күнде таңертең үйіне кезекпен барып оятып жүретін Сәтиев Әбікен, жігіттің серісі атанған Асылбай Серік, философ Тойбазар Солтанбек, математиканы шекілдеуші шағатын Сүлейменова Зәуреш, кездескенде үнемі көңілді жүретін Омаров Ерлан, физика мен математикадан еш жаңылмайтын Жағыпаров Нұрлан, сонымен қатар әнші Бұқаева Қазима,
Ислямова Хадиша, биология ғылымдарының профессоры, Өскемен педагогикалық университетінде сабақ берген Еспергенов Жанболат, Омарбеков Қайрат, Бапанов Нұрлан сынды сыныптастарымыздың арамыздан ерте кеткені әрине өкінішті. Мичурин орта мектебі сіздер оқыған жылдары шағын екі ғимараттардан тұратын мектеп болатын. Ауылға кіре берісте орналасқан осы бір қоңырқай болса да, бір ауылдың балаларына алтын ұя болған мектептен қанаттанған қаншама ұрпақ қазір еліміздің түкпір-түкпірінде қызмет атқаруда, ұрпақ өсіруде. 10 жылдықты бітіріп кеткеннен кейін ауыл ортасынан еңселі мектеп салынды. Ал сіздер үшін сан қырында самғатқан алтын ұя, сіздердің табандарыңыздың ізі қалған көне мектептің ауласында асыр салған ескі жұрт, ерекше ыстық сіздерге әрине. Осындай шәкірттерді оқытып, тәрбиелеп, білім нәрімен сусындатқан, тұлғасын арманымызға ұқсатқан, үлгісін көңілімізге қыстатқан ең алғашқы ұстаздарымыздың бірі Нұрсайла апай еді. Қалдырған іздің мәңгілік жадымызда тұрар жаңғырып демекші, марқұм Нұрсайла апайдың бейнесі көз алдарыңызда, қолдарыңызға алғашқы қалам ұстатқан ұстаз ретінде қала беретіні сөзсіз. Ал сіздердің нағыз қызығы мен шыжығын көрген сынып жетекшілеріңіз Шабалова Күлбат апай мен марқұм Кемелбаева Нұрсипа апай еді. Мектептегі өмірдің қысы жазын сіздермен бірге өткізіп, небір мінезді ұлдармен, қылығынан қырсығы көп қыздармен өткізген апайларымыз сіздерге өмір сүруді үйреткен болатын. Бүгінде сынып жетекшілеріңіз әрі биология пәнінен сабақ берген Нұрсипа апайымыз және физика пәнінен тартылыс күшін мысалдармен тәптіштеп түсіндірген мектеп директоры Сәріп ағай, қыздар еңбегінен сабақ берген Салахова Замиш апай, қазақ тілі мен әдебиетінен сауаттылыққа тәрбиелеген Толықбай Үсен ағай, Сейтхандин Қабдолда ағай, оқу ісінің меңгерушісі Ашимханов Рияхан ағай мен орыс тілін үйреткен Зибаш апай, қазақ тілінің мұғалімі Ғани апай, Искакова Меруерт апай, Садуақасова Баған апай, Хамзина Зүкен апай бүгінде арамызда жоқ. Осы ұстаздарымызға, жандарымызға жәннатта болсын дейміз. Сіздерге сандардың сырын ұқтырған Бақыт апай, тарих сабағының түрлі хикаяларымен жеткізген Париза апай, физиканың қыры мен сырын ұқтырған, жеті қарақшы жұлдызын санатқан Роза апай, Гаухар апай, дене шынықтырушы Азат ағай, химияның элементтерін, география тақырыптарын түрлі қызықты әңгімелермен өткізген Нүкеш апайдың сабақтары әлі күнге дейін естеріңізде болар. Ұстаздарыңызды әрқашан үлкен мақтанышпен еске алып жүргеніңіз анық. Ендеше шәкірттеріңіздің ұстазым әнін қабыл алсаңыздар. Сөз кезегі ұстаздарға беріледі, одан кейін ұстазым әні. Ортамызда болса, ортаға келіп естеліктеріңізді айтуға, тілектеріңізді айтуға